Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге Simmer Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Сіздермен бірге бүгінгі сабақта жиын деген тақырыпты өтетін боламыз. Мысалға, жиын деген сөзді бір нәрсені жинау деген сөзбен қарастыруға болады. Мысалы, біздер ойыншықтарды жинап бір жерге қоятын болсақ, ол жерде ойыншықтар жиналып тұр деп айтамыз, дұрыс қой. Мысалға, бір аяқ киімдерді бір жерге ретестіріп жинап қоятын болсақ, олар да жиналып тұр деп айтамыз. Аяқ киімдер жиналып тұр. Осы секілді математика ұғымында да, математика пәнінде де жиын деген ұғым бар. Жиын дегеніміз бұл жерде белгілі бір элементтерден құралған бір топ. Мысалға, математикада бір әріптерді алайық. Әріптер берілсін. Мысалға, А, Б, С, Д, Е. Яғни бұл жерде алғашқы ағылшын алфавитінің 5 әрпі берілген екен. 5 әріпінің жиыны. Мынандай белгі бұл жиын деген мағынаны білдіреді. Бұл жиынның құрамында ағылшын алфавитінің ең алғашқы 5 элементі бар деген сөз. Әрбір мына А, Б, С, Д, Е дегендеріміз бұлардың барлығы элемент. Бір қате жазылған нәрсе бұл жерде орталарына үтір қойылмау керек. Екі элементті бір-бірінен ажырату үшін нүктелі үтір қойылады. Нүктелі үтір. Сосын мына бір жақша бұл жиын деген мағынаны білдіреді. Бұл жиынды мысалға бір А жиыны деп атауға болады. Мысалға, А деген жиын бұл А деп айтамыз, ағылшын алфавитінің ең алғашқы 5 әрпін. Мысалы, сіздерге көрсетіп отқан. Енді мысалға келесі бір Б деген жиынды алайық. Б деген жиын мысалға былай болсын. Алғашқы 6 натурал санды алайық. Алғашқы 6 натурал сан дегеніміз бұл 1, нүктелі үтір қойдым, сосын 2, сосын 3, 4, 5, 6. Міне бұл жерде алғашқы 6 натурал сандардың жиыны деген сөз. Тағы да бір айта кететін нәрсе, мысалға мектептің ішінде класс болып бөлінеміз, сынып, 5-ші сынып, 4-ші сынып деген секілді. Яғни әрбір сыныпта кімдер отырады? Сол сыныптың мүшелері отырады. Яғни математика тілімен алып қарайтын болсақ, 5-ші сыныптың ішінде, 5-ші сынып жиынының ішінде 5-ші сыныпты құрайтын элементтер отырады. Әр адам бұл жерде элемент болып табылады. Мысалға, осы жерлерде де дәл осы нәрсе. Енді, бұл нәрсе не үшін керек деп ойлап жатқан шығарсыздар? Осы элементтердің бір-біріне ұқсайтын элементтері бар ма? Элементтері жоқ, бір-біріне ұқсайтын. Бір-біріменен барлығын біріктіріп жіберсек қанша элемент болады? Соның барлығын қазір көрсететін боламыз. Сонымен, мына бір есепке қарайтын болсаңыздар, А және Б деген жиындар екі түрлі болып белгіленген. А жиынының ішінде 0, 3, 9, 8, 1 деген элементтер берілген. Бұл жерде бір қатесі не? Нүктелі үтір қойылмауы. Нүктелі үтір қойылу керек себебі мына жерге мысалға мына үтір нүктені қоймай тек қана үтір салатын болсақ, бұны 4,5 деп оқып қалуға да болады. Сондықтан біздер екі элементті бір-бірінен бөліп жазу үшін нүктелі үтір қоятын боламыз. Енді А элементінде, А жиынында неше элемент бар? 1, 2, 3, 4, 5 элемент бар. Сондықтан А жиынының, былай жазамыз, А жиынының қуаты деген сөз. А жиынының қуаты 5-ке тең, яғни ішінде қанша элемент бар деген сөз. Ал Б жиынының қуаты дегеніміз бұл 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға тең. Б жиынының қуаты 6-ға тең, А жиынының қуаты 5-ке тең. Осылай сұралып отырады. Мысалға, 4-ші сыныптың қуаты дегеніміз бұл 4-ші сыныпта қанша бала оқиды, соны сұрап тұр. Түсіндіңіздер ме? Қанша элемент бар деген сөз яғни. Осы жиындармен бірге қиылысу және бірігу деген ұғымдар қатар жүреді. Екі жиын берілсе, бұл жиындардың қиылысуын және бірігуін табуға болады. Олар өздерінің белгілерімен белгіленеді. Мынау қиылысу. Қиылысу. Ал мына белгі бұл бірігу деген мағынаны білдіреді. Сонда қиылысу мен бірігуді қалай табу керек? Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Назар аударайық. А қиылысып тұр Б мен. Осылай оқылады. А Б мен қиылысып тұр. Аның қиылысуы Б мен немесе. Қиылысуы дегеніміз, яғни екеуінде де бар элементтерді теріп жазамыз. 0 мына жақта бар ма? Жоқ. 3 бар ма? Міне бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан қиылысудың ішінде бірінші 3 тұрады екен.
Негізінде мына жердегі реттілігі маңызды емес. 3-ті бірінші қойсақ та, соңына қойсақ та, ортасына екінші қойсақ та бәрібір. Екінші 9 бар ма? 9 жоқ. 8 бар, сосын 1 бар. Яғни 8-ді жазамыз, сосын 1-ді жазамыз. Яғни А және Б-ның қиылысуы дегеніміз міне осындай жиынды құрайды екен. Бұл жиынның қиылысуы 3, 8, 1-ге тең. Түсінікті ме? Енді мына жиындықын қарайық. А бірігіп тұр, Б мен бірігіп тұр деген сөз, яғни барлығын көшіріп жазамыз, тек қана бір-біріне қайталанатындарды бір-ақ рет жазатын боламыз. Мысалға 3 міне қайталанып тұр, 8 қайталанып тұр, 1 қайталанып тұр, соларды бір-ақ рет жазамыз. Немесе мына бірігуді жазып алсақ болады, 3, 8, 1-ді нүктелі өтір қойып арасына. Содан кейін 0, 9 мына жақта қалып қойды. Сосын мына жақта қалып қойған сандар 4, 5, 17. 4, 5, 17. Түсінікті ме? Сонда 3, 8, 1, 0, 9, 4, 5, 17 дегеніміз бұл А және Б жиындарының бірігуі деген мағынаны білдіреді. Сонымен, келесі бір үйренетін нәрселеріңіз ішкі жиын деген ұғым. Ішкі жиын дегеніміз белгілі бір жиынның ішіндегі бар элементтерді айтамыз. Мысалға 4-ші сыныпта Арман деген бала оқитын болса, Арман деген бала бұл 4-ші сыныпты құрайтын жиынның ішкі жиыны болып табылады. Яғни ішінде бар деген мағынаны білдіреді. Мысалға F деген жиын берілсін. Жиындар міндетті түрде А, Б болу міндетті емес. Сондықтан міне F деп жаз, Q деп жаз, Ж деп жаз, бәрібір. Мен F деп алдым, сіздерге түсінікті болу үшін. А және Б екенін екеуі бірге болмайтындығын білдіру үшін. Енді F жиынның ішкі элементтерін жазып шығу керек. Ең бірінші жиын бұл бос жиын деп аталады. Мысалға 4-ші сынып бар, бірақ ол жақта ешкім оқымайды. Мысалы 4-ші Б сыныбы бар, ол жақта 30 адам, ал 4-ші В сыныбы деген жоқ. Яғни 4-ші В сыныбын жасап қоюға болады, бірақ та ол жақта ешкім оқымайтын болады. Ешкім жоқ деген сөз, бұл жерде бос жиын, ол міне мынандай белгімен беріледі. Бос жоқ. Бос дегеніміз, яғни жоқ деген сөз. Бос жиын. Ең бірінші ішкі жиыны бұл бос жиын болады. Әрбір элементтің, әрбір жиынның ең бірінші ішкі жиыны бұл бос жиын болады. Содан кейін әрбіреуін теріп жазамыз. 17-ні, 8-ді, 3-ті, 0-ді, 1-ді, 11-ді қараңыздар. 17 дегеніміз бұл ішкі жиыны болады, жалғыз өзі. Себебі 17-нің өзі бұл осы жақтың ішкі жиыны болады. Содан кейінгісі 8-дің өзі ішкі жиын болады. Содан кейін 3-дің өзі, сосын 0-дің өзі, сосын 11-дің өзі. Сосын, бітті ме? Жоқ, біткен жоқ. Ендігі келесі жиынымыз мынау болады. Міне 17 және 8, осы екеуі бірге, осы ішкі жиыны болады. Мына 8 менен 3 мысалға. Сосын 3 менен 0. Сосын 0 менен 11. Бітті ме? Жоқ, әлі біткен жоқ. Сосын 17 менен 3 бар, 17 менен 0 бар, 17 менен 11 бар. Сосын қалай бар? 8 менен 0 бар, 8 менен 11 бар. 3 менен 11 бар содан кейін. Сосын 3-тіктері кетеді. 17, 8, 3, сосын 17, 3, 0. Яғни көп ішкі жиыны бар. Сіздердің бір білу керек нәрселеріңіз, бұл жердегі ішкі жиын дегеніміз барлығы болуы керек. Мысалы, мыналардың барлығын алып тастайын. Мысалға, мына жерде бір Т деген бір жиын берілсін. Оның ішінде 17, сосын 3 болсын, 11 болсын. Яғни кез келген ретпен де бола берсе болады. Сосын 8 болсын. Бірақ 0 болмайды мысалға. Онда біз айта аламыз, Т деген ол F-тің ішкі жиыны деп. Ауызбен айта аламыз, бірақ математикалық түрде қалай жазылады? Былай жазылады. Т деген жиын, ол F деген жиынның ішкі жиыны. Мынау ішкі жиыны деген нәрсені білдіреді. Немесе Т F-тің ішіне кіреді деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ме? Егер де былай болса, егер де бізден сұрап жатса, F Т-ның ішіне кіре ме деп. Мысалға, Т-ның ішінде 17 бар, мына жақта да 17 бар, 3 бар, 3 мына жақта да бар, 11 де бар, 8 де бар. Бірақ та Т-ның ішінде 0 жоқ болғандықтан былай айтамыз. F деген жиын, Т деген жиынның ішіне кірмейді деп жазамыз. Яғни F жиыны Т жиынның ішкі жиыны емес.
Түсінікті ме? Мінекей құрметті оқушылар, сабағымыз соңына таяп қалды. Жиындар тақырыбы сіздерге жақсы түсінікті болды деген ойдамын. Ендігі сіздердің міндеттеріңіз үй жұмысын жақсылап орындап, тест тапсырмаларын уақытылы тапсыру. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар, күндеріңіз жақсы өтсін.